Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен өте дәмді бір жасағынан шығатын наурыз көше дайындаймыз. Ең алдымен етімізді қазанымызға салып, жақсылап қайнатып, қайнағаннан кейін көбігін алып, асықпай 2,5-3 сағаттай жақсылап қайнатып аламыз. Бізде наурызда білесіздер, барлықтарыңыз бидайымызды, көп пісетін бидайымызды алдын ала бұқтырып аламыз, немесе суда қайнатып аламыз. Мен осылай ақ жүгері, сары жүгері бидайды алып, бөлек ыдысқа пісіңкірегенше, жартылай піскенше қайнатып алдым. Барлығын бірге араластыра салдым, себебі барлығы бір уақытта дайын болады. Одан соң бидайым дайын бола бастағанша мен осы бір жұмыртқаға кішкентай ғана осындай қамыр елеп алдым. Бұл менде сорпаға қосып жіберуге. Және маш қостым. Машты да осылай көк суын шығарып қайнатып алдым бір рет. Дайын болған етімізді алып сүзіп аламыз. Біздің жаңағы бидайымыз жартылай піскен дайын болып тұр. Осы бидайымызды алып сорпамызға қосып қайнатамыз дайын болғанға дейін. Жарыла бастаған кезде алдым. Міне жаңағы машымыз, біздің жартылай қайнатып алған машымызды және күрішімізді сорпамызға салдым. Оның үстінен кеспемізді турап, майдалап осылай салдым. Етімізді қазына дөңгелетіп бөлек турап қойдым да, етті сорпасына салып, араластырып, жақсылап тағы бір қайнатып алдым. Асықпай, баяу отта пісіріп алыңыздар. Енді дайын болған сорпамыздың үстіне айран және құрт. Осы сорпаға арналған құртымызды салдым. Осылай бәрін жақсылап араластырып ұсынамыз. Үстіне туралған қазымызды саламыз. Егер видеом ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмін көріңіздер, өте дәмді болады. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.